10 күн ауырдым, 4 күн қызу түспей қатты ауырдым. Жолдасымды көп ойлап, көп жылайтын едім. Қорқыныш кетті. Қорқыныш кетті. Бәрі қалпына келді, бәрі қалпына келді. 120 жасаймыз деп жатсыз, енді мен де сол 120-ға әлі 60 жыл өмір сүремін ғой деп өз-өзіме ант бердім. Дәрсіз денсаулық. Мен көрсетіп жүрген тыныс алу жаттығулары, мұздай сумен шынығу, ағза тазалау, бәрін сіз тек қана дәрігердің кеңесімен, болмаса біздің орталыққа келіп жасаңыз. Өзіңізден жасасаңыз, денсаулығыңызға қауіп төнуі мүмкін, жауапкершілік өзіңізде. Армысыздар, біздің құрметті YouTube каналының тұрақты көрермендері, сіздерге міне небір ақпейілді, кең жылы жүректі адамдармен таныстырудан мен шаршамаймын. Соның бірі мына 80 ағымның қыраны, түлегі, сонау Атыраудан келген Жәннат қарындасымыз. Жәннатқа барсын деп қойған ғой. Мен бірақ айтам, жаннатты жердің астынан іздемеңдер. Жердің беті жәннат болу керек. Жаратушы бір тылсым дүние жаратқан кезде бүкіл ғаламда тіршілік бар, тіршілік етуге ыңғайлы мына жер деген планета ғана бар. Бұл жердің беті жәннат, жердің беті жұмақ. Сол жердің беті жұмақ болсын деп екі дүниенің қызығын көр дейді, бірақ алдымен осы дүниенің қызығын көру керек. Солай емес пе? Дұрыс айтасыз. Жәннат, сонау Атыраудан пойызбен бе, самолетпен келдіңіз бе? Самолетпен келдім. Самолетпен үлкен шығын барып келуі. Қандай мәселе алып келді? Мен деген былтыр жолдасым қайтқан февраль айында. Сосын биыл февраль айында жыл садақасын бердік. 8 күні бердім, 9 күні мен қатты ауырдым. 10 күн ауырдым, 4 күн қызу түспей қатты ауырдым. Сол 4 күн қызу түскеннен кейін мен Инстаграмда қарап отырып, осы Жәнмен танды өзім тауып алдым. Қазір бір нәрсе айтайын. Осы жерде неге жылын бергеннен кейін адам бірден келгенді мойнына алып, бір міндетті алып, бір нәрсеге ұмтылып жүрсе, оның денсаулығын сол сақтап отырады, ішкі жан дүниесі. Бұл кісі сол жылдығын беруім керек, соған дайындалуым керек, лайықтығы өткізуім керек, дайындалып өткізгеннен кейін босадыңыз, ауырдыңыз, қалдыңыз. Келсесіз бе? Дұрыс айтасыз, точно. Мен өзім де солай ойлағам. Содан деген Инстаграмнан тауып алдым да, бірден Жұлдыз Ерғазықызына бірден хабарластым. Еш шешім қабылдайды адам кез. Кейбіреулер жылдап көп, бір жыл жартысын. Мен өзім хабарласқанда былай просто қандай деп, сосын айтты, ой, онда деген айтты енді, сондай салқын сумен емдейді. Ашықтырады деп айтқан жоқ. Салқын сумен емдейміз, сондай дәрісіз деп сөйтеді. Сосын мен айттым, мен деген қорқам салқын судан, мен деген 45 градус суға түсетінмін, мен деген жазда деген мынандай шарбақта тұрамыз ғой, ауылдық жерде шарбақтағы душқа түспеймін, жазда деген мұнша жағып түсетін едім. Жоқ, маған болмайды екен деп сөйтіп едім. Жоқ, онда сіздің келетін орныңыз деп сөйтеді маған. Сосын мен айттым, осындай өтте тас жоқ та, өтім өскен, сондай ауруларымды айттым, мысалы бөтекемде бар, мысалы сондай жүрегімде бар деп. Сосын айтты, жоқ, сіз маған нелеріңізді жіберіңіз деді. Анализдеріңізді жіберіңіз, мен қараймын, сосын сізге результатын айтамын деп сөйтеді. Бірақ сіз суға түсем деп іштен өзіңіз дайындала беріңіз деп сөйтеді. Бірақ мен датаға осында келгенше мен вообще суық суды даже мұншадан кейін ойлауға қорқам дейсіз. Ойлауға қорқам. Даже деген мен жаздың мезгілінде кәдімгі үстіме қалың, аяғыма нәски қалың, солай киіп жүретін болдым. Тоңбақтығымнан сондай болады. Сіз инкубатордың балапанын жасап алғансыз өзіңізден, солай ма? Солай болып тұр. Соның бәрі мен осында келіп, сіздің сабағыңыздан, сіздің дәрісіңізден, сіздің ақыл ойыңыздың парасаттылығынан мен осыны бәрін осында келіп түсініп, осынан кейін кәдімгідей мен бірінші күннен бастап кәдімгідей бірден қабылдап кеттім ғой. Жәннат, айтыңызшы, кейбір адамдар, ой, немене лекция, немене былжырақ деп тұрып кетіп қалды. Білмейінше бәрі білім ғой адамда, білмейінше адам дұрыс істемейді, қате жасайды, солай ғой да? Сонымен лекциялар керек пе екен? Лекция керек, жаттығулары керек, обязательно мына суға түсерде. Маған соның бәрін Жұлдыз түсіндіріп айтты. Мен қайта жаза бердім, өзіме не керек, соның бәрін сұрап жаза бердім. Ол кісіге мың алғыс, бір ренжіген жоқ, бір сөз қайтарған жоқ, маған тек уақытында не жіберіп тұрды. Сосын деген қалай болды, мен деген ойландым, ауырып жатқанымда, сосын балдарға айта бердім, сондай бар екен деп. Келінім айттым қолымдағы. Балдар ойлап жүрген ғой. Сол бәрі бітті, нетті, кетті, сосын менің 60 жылдығым болды. 60 жасым болды. 60 жасымды балдар бір үлкерек тойлаймыз деді. Ағайындарым, қайнағаларым, қайнелерім, нелерім бәрі айтты ғой, давай 60 жылдығын тойлайық, көңіл күйін көтерейік, анау мынау деп. Сосын мен айттым, жоқ, мен 60 жылдық тойлаймын. Неге десең, мен күні кеше 8 күні бір ай болған жоқ. Мен қайғырып, мұңайып, жыл садақасын беріп отырып жолдасымның. Мен 4 күні мен қалай туған күн жоқ, тойламаймын. Өзім бауырларыма да сүй деп айттым. Сол менің өзім бір бауырым, Әсел деген сіңлім.
Атырауда жұмыс жасайды. Сол маған телефон соғады 23 күні февралдың. Давай, апатай, біз сіздерде болып жүрміз ғой, сіздердің құдіретті қонақтықтарыңыздың бәрін көріп жүрміз, сіздің тәтті тамақтарыңызды жеп жүрміз, сіздің туған күніңіз как раз вторникке келіп тұр, сіз мында келіңіз. Ана ауыр жағымда тұратын апатайым береді, оны да мында алдырайық, давай бауырлар болып өзіміз оңаша отырайық. Өзіміз тек апалы сіңлі, келінді, жеңгелі болып. Сосын ал жақсы деп мен келістім. Ол балдармен бәрі келісіп алды, менің туған күнді сюрприз жасап, менің даже таң қалғанымды жұрттың бәрі кәдімгі неден көріп, таң қалғанымды көріп, шынайы сюрприз осы екен ғой деп. Біреулер былай өтірік сюрприз жасайды ғой, мен кәдімгі кеудемді бүйтіп қойып таң қалдым ғой кәдімгі. Балдарымның бәрі поздравить етеді, бірақ жалғыз Оралдағы ағам поздравить етті, маған бүйтеді, подаркың болады деп сөйтеді. Сосын мен ойлап жүрмін, Каспийге түседі ғой деп. Жоқ, балдарымды поздравить етеді, ештеңе бермейді, бәрі поздравить етеді, мейрамда бәрі беріп тастайды, поздравить етеді. Құттықтайды тастайды. Бір немерем сугрет салған, сугретке деген семьямызды, үй ішімізді бәрін салғанда, сосын мен алманы жақсы көремін. Мына теректе өскен алманы жақсы көремін, жылып жегенін жақсы көремін. Менің әжем деген алманы жақсы көреді, теректе өскен алманы жеп көреді деп, бүйтіп теректі салып үйдің тұсына қызыл алмалар салып қойған ғой, кілең. Мен соған мәз болдым. Менің барлық жаңағы аннан күтіп жүрген Каспийні мынау мені жеңді деп өзіме риза болып Атырауға кетіп қалдым. Еще мен үйден шыққанша бала келінім айтады, мама қашан шығайын деп жатсыз, нешеде шығайын деп жатсыз дейді. Олар мен есіктен шыққанда олар тесіктен шығайын деп отыр екен. Анда сюрприз жасауға. Мен оны білмеймін. Еще ауылдан құрдастарымызды шақырып қойған, менің бар тұқымдарымды шақырып қойған, күйеу жағымнан қайын жұрттарымды түгел шақырып қойған, қайынапаларым, қайнелерім, еще қайны маған шүтет етеді. Сенің етің жеуге барамыз бүгін деп. Бешбармағыңды ашып қой деп қояды ғой, гүлімізді бәрін әзірлеп отырмыз деп. Мен анда баратырмын, ертең келіңдер, 5-не келіңдер деп қоям. Содан жоқ, содан кешке бардым, маған айтады, еще прическа жасап келдік, жақсы. Мен шалбармен барам деп ойладым, қыстыңшы ғой енді, тоңам, мен шалбармен барам, киініп кәдімгі. Сосын өзіміз отырамыз ғой дедім, жоқ, сен деген прическа жасап кел, жақсы көйлектеріңді киіп кел деп. Мен неге киемін деп қоям сіңліме. Сіңлім айтады, жоқ, енді біз анда билемейміз, фотоға түспейміз, енді 60 жас деген, жақсы онда деп, оны да істеп бардым. Содан барсам, анандай таңғаларлық жағдай бәрі бар, мені қошеметпен, гүлмен қарсы алды, ризамын. Соңында балдарым сөйлегенде, балдарым айтты, анамызға сондай сертификат береміз. Өзі қалаған жеріне баратын, не береміз, путевка береміз, өзі қаяққа барғысы келеді, сояққа барады деп сөйтеді. Сосын соярда өзім інім отыреді, ол деген баруы мүмкін, Оралдағы Ақжайыққа баруы мүмкін. Сендер соны қадағалаңдар, Оралға бар, фотоға түседі. Ағам бар ғой Оралда, қыдырып барады да, фотоға түседі. Мен осында қыдырып жүрмін деп айтуы мүмкін деп сөйтеді. Соны давай, енді өзің айт, қай уақытта нетесің. Мен осында кетіп батырмын десем, қызым айтады ғой, өзім туған қызым. Нағашыға айт, фотоларыңды жібер, суға түсіп атқан деп. Мен де деген вообще суға түсуге деген вообще қорқыныш болды. Айттым ғой, енді сол жұлдыздың арқасында өз-өзін дайындап келдім. Келген күні өтірік айтпайын, менде ауру болды. Балдарым телефон соқты, ағайындарым телефон соққанда мен айттым, мен қатты ауырып жатырмын дедім. Даже сол Оралдағы класстас Айгүл деген қызым, құрдасымда телефон соғып айтқанда айттым, беден жоқ, мен қатты ауырып жатырмын, қазір сөйлесе алмаймын. Неге десең, мен мында ашықтырып нетеді екен, емдейді екен. Мен аштыққа шыдай алмаймын. Менде өт өскен, өт деген асқазанға төледі. Біздерге уже құйып тастаған ғой доғдырлар. Сен ашығып жүрмеуің керек. Сен ашықсаң, асқазаның білінеді. Асқазан қайтып тамақ түскенде ол сені қайтып қортады, сені ауыртады. Сондықтан мен енді постоянно тамақ жемеймін, кететін болармын деп сөйдедім. Бірақ кетейін десем, балдарымнан ұялып баратым. Сөздің шыны керек. Балдарымнан ұялып баратым, соны жақсы көрейін. Еще мен қасыма қайын апамды алып келдім, қайын сіңлімді алып келдім, өзімен бірге. Сосын ол кісілер қайын сіңлімнің құдағайы қосылатын болды, қайын сіңлімнің жиені қосылатын болды. Бесеу болып кететін болдық. Сол как раз ол кісі Гүлшара деген Астанадан сізге хабарласып, прямо Грижадан өзі келетін бол, осында төлеп қой, ол ауруымен байланысты келе алмай қалды. Сосын жақсы, енді үшеуміз барайық деп үшеуміз келдік. Еще бізде ауылда Буран Нысанбаев орта мектебі, Атырау облысы Индер районы Буран Нысанбаев орта мектебінде қайын сіңлім жұмыс істейді 65 жылға. Ол да менімен құрдас 60-ға толған. Оның айналасындағы мұғалімдер Сүйінғалиева Айгүл, Қамашева, Ақтолқын деген тағы солар маған қайын сіңлім айтып отыр ғой, енді солармен бірге баруымыз керек, барайық деп жүрміз, жанмен тәнді қарап жүрміз, сен барып проб жасап кел деп. Ол
Оспанова Гүлнар деген құдағайым ол кісі де айтып сөйтіп жіберді неде ауызашарда бір отырғанымызда сөйтіп жіберді сен барып пров жаса мен айтамын ғой өлсең сен өліп кел деп отырсың ғой ойнайтын едім олармен енді бірінші сен өлсең сен өліп кел деп отырсың ғой жақсы мен барып көрейін негізі мен мұздай суға түсе алмайтын едім мен түсемін деп сөйтемін сол видеоларын нелерін түсірдім ертең барып көрсетемін сіздерге рахмет қазір енді қорқыныш кетті бәрі қалпына келді да бәрі қалпына келді мен кәдімгі купальнигімді алып өзім солай дайындалып келдім мен қазір самолетке мінгенше сол қалжан қайынсіңлім қасымда болды купальникке дейін алып берісіп сол менімен бірге ол да ми тазаланды ма тазаланды ми тазаланды жаңағы уайым қайғы реніш бәрі кетті жолдасымды көп ойлап көп жылайтын едім соным тазаланды мұндағы дәрістердің бәрі енді бәрін нетіп алдым демеймін енді инстаграм неден қараймыз ғой енді тағы да ютубтан сілтемесін беріп қоямыз иә соларын қараймыз маған әсіресе ана демалыс органдарын демалатын нелер керек еді солар жаттығу бәрін береміз мен содан жақсы болдым деймін сол жаттығудан кейін суға түсуге өзім дайын болдым деп ойлаймын енді осы не үшін сіздерге рахмет еңбектеріңіз жансын жақсы коллектив түгел жақсы алайда нелеріңіз өсіп өніп өзіңіздің айтқан арман мақсатыңызға жетіңіз 120 жасаймыз деп жатсыз енді мен де сол 120-ға әлі 60 жыл өмір сүремін ғой деп өз өзіме ант бердім балдарыма рахмет көз алдыңызға елестетіңізші 60 жыл ұзақ өмір сүрдіңіз да енді тағы сонша өмір сүру және ауырмай өмір сүру қиналмай өмір сүру бала шағаңның шөбере шөпшектің қызығын көру керемет емес пе керемет әрине сен адам өмірге пайдалы болсаң адамдарға жақсылық жасап жатсаң өмірде жүргенің жақсы ал жаның қиналып елге салмақ жасап жатсаң жүргеннен кеткенің жақсы солай ғой конечно сондықтан ұзақ өмір сүріңіз міне сойтып қорқып түсімде қорқам есік алдында жаздым түспеймін деген адам түсті өйткені бұл кісі өзін өзі әлсіретіп алған жылы күтіне берген енді аурудан күтініп құтыла алмайсың аурудан шынығып құтыла аласың жақсы ма осыны қалай үйрендіңіз осыны енді ана немерелеріңізге жиендеріңізге бәріне үйретіп ағайын туғанға үйретіп солардың алғысын ала беріңіз міне жаннатқа да сіздер қазір жақсы лайк қойып комментарий қойып тарата жүріңіздер табиғат пен адамның иммунитеті қосылған кезде емделмейтін дерт болмайды осыны ұғып алыңыздар суық сумен табиғатпен достасқаның аурумен қоштасқаның болды аурумен қоштасыңыздар ол үшін аптекаға жүгіріп химиялық дәріні іше бермеңіздер деп айтқым келеді жақсы сау саламат болыңыз рахмет